Қонжық клиникасы нәтиже қандай? Сіздердің балаңыз емес, өзімнің балама қарағандай тарайтыным ол рас. Біз дәл қазір Қонжық премиум клиникасына келдік, бірақ көріп тұрғандарыңыздай орталық жабық. Балалар емханасы ретінде лицензиясы бар ма? Жоқ, ондай лицензиясы жоқ. Балалар емханасы ретінде лицензиясы жоқ болса, балаларға екпе, ем-дом шараларын жүргізе ала ма? Жоқ, жүргізе алмайды. Біз көтерген мәселе мәжіліске жетті. Депутаттардың арасында өте сондай үлкен талқылау болды. Препараттар церабрезилин, лизин, дексаметазон, трентал, миксидол, кальций, аскорбин қышқылы, феркаил, мильгамма. Гүлзар Алданышқызы, дәрігерсіз ғой, дұрыс па, бұрыс па? Сұмдық. Мен осы оқиғаны теледидардан көргенде, шынымды айтайын, жағамды ұстадым. Медицина бизнес болмауы тиіс. Алматыда 400-ге тарта жекеменшік емхана бар. Соның бірі мегаполистің қақ ортасында орналасқан Қонжық премиум балалар орталығы. Жарнамасы жер жарат. Бас дәрігердің сөзіне сенсек, кез келген науқасты емдеп жазатын көрінеді. Алайда атыраулық отбасы баламызды осы орталыққа апарып өлтіріп алдық дейді. Айтуларынша жүрісі кешеуілдеген 2,5 жастағы балаға 7 түрлі екпе мен 22 түрлі антибиотик тағайындаған. Салдарынан кішкентай сәби уланып, реанимация төсегінде жан тапсырған. Көреміздің Қонжық клиникасы жайлы шығарылымнан соң біраз ата-ана орталықтан іргесін аулақ ұстады. Бұл мәселе мәжілісте талқыланды. Алайда балалар емханасы жабылған жоқ. Тергеу ісі аяқталмады. Себеп қандай? Бүгін көреміз. Маған келетін болсаңыздар, сіздер аспандағы айды алып беремін дейтін дәрігер емес, клиникалық тұрғыда ойланып, сіздердің балаларыңызға жаны ашитын дәрігер керек болса, мен сол дәрігер боламын деп ойлаймын. Себебі сіздердің балаларыңызға мен сіздердің балаларыңыз емес, өзімнің балама қарағандай қарайтыным ол рас. Ауру баланы аяққа тұрғызып, кез келген науқасты дертінен айықтырамын деп желіде жар салған бұл әйел Айгерім Асқарқызы атты дәрігер. Оның жылы сөздері мен жылтыр жарнамасына сенгендердің қарасы қалың. Солардың бірі атыраулық Айымгүл Айтбаева болатын. Мен инстаграмнан бірінші Айгерім Асқарқызының несін көрдім, инстаграмын көрдім. Бұрын көріп жүретінмін, содан кейін видеолар салып жүрмеген бала жүріп кетті, сөйлемеген бала сөйлеп кетті деп. Содан кейін отзывтардың бәрін оқып шықтым. Көп адамдар не істеген, жақсы отзывтар жазған. Көп қалдырған комментарийлер мен емделушілердің видеолары Айымгүлдің есінен шықпай, мұнайлы алқаптан баласын ертіп күйеуімен бірге Алматыға келеді. Бірақ тек жүруі кешеуілдеген баланың денінен Айгерім Асқарқызы көп ауытқу байқаған сыңайлы. Себебі 2,5 жастағы балаға 22 түрлі екпе мен ауыр антибиотиктер тағайындапты. Бірақ бала жүгіріп кеткеннің орнына жан тапсырған. Қалған препараттар берді, сосын бір күнге 8 система саласында рет 8 система жазып берді. Біз біреуін алған жоқ, біз тек 7 система алдық бір күнге. Негізі ол 10 күнге жазып берді бізге. Системаның негізге общий дәрінің бәрін 10 күнге жазып берді. Біз тек 4 күн алдық та өзі 5-ші күні бала қызулап кетті. Іші қатып, қызулап, көзінен бір көзі ісіп кетті, үсті басына шешкі шықты. Содан кейін бір аяғы тартылып қалды, жатып қалды вообще. Тұрған жоқ, ұйқы жоқ, одышка беріп кетті уже балада. Өкініштісі сол, Қонжықтан қайғырып шыққан тағы бір ата-ана бар. Алматылық Роза Жаналиева да инстаграмнан дәрігердің жарнамасына қызығып, Асқар қызының қабылдауына қызын апарған. Бірақ дәрігер тағайындаған ем-домнан соң 4 жастағы баланың денсаулығы сыр беріпті. Баламда терлеп жүрген кезде үстінен дәрінің иісі шыға бастады. Уже система салған дәрілердің иісі шыға бастады. Біз уже өзіміз қорқа бастадық. Бала өте әлсіреп кетті. Содан кейін біз жаңағы катетерін алып тастап, мен алмаймын деген шешімге келдім өзім. Бірақ ол кісі маған айтты, сіз 10 күннен келіп алмасаңыз, мен сұрадым ол кісі нәтижесі не болады? Балаңызда ДЦП болып қалады деді. Көреміз тілшілері атышулы дәрігермен байланысу үшін Қонжық клиникасына барды. Оның қол астында жұмыс істейтін қызметкерлер басшысының еңбек демалысына кеткенін айтып, жауаптан қашқан еді. Ал Айгерімнің күйеуі болса, үйіп төгіп, уәде беріп, жеме-жемге келгенде ізім ғайым жоғалды. Мен айттым ғой, аварияға түскен, төсек тартып жатыр. Бүгін күті түсетін күні, еще қаланың сыртына кетіп қалғанбыз. Енді қазір мен ана частный скорый күтіп отырмын, чтобы мамамды перевозка жасайтындай. Қазір күтісіне жүріп, содан кейін үйге апарамыз. Содан кейін, иншалла, Алла бұйырса барамыз. Жарнамасы жер жарған атышулы дәрігер қазір қайда?
оның ақиқаты қандай? Қонжық клиникасына қатысты көреміз қозғаған мәселенің мәжілісте көтерілгені рас па? Бүгін